Сәлем достар, сіздермен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін оюды зигзагтаудың екінші жолымен танысатын боламыз. Яғни біздің оюымыз лапкада оюдың шеті орналасуына байланысты екі жолға бөліп қарастырдым. Біріншісі сол жақта орналасқаны, екіншісі оң жақта орналасуы. Бірінші орналасудың осы жерге сілтемесін қалдырып кетемін. Осы жерден өтіп қарауларыңызға болады. Бұл жерде адамның өзінің ыңғайына байланысты сіздер таңдайсыздар, қайсы сізге қай тәсіл ыңғайлырақ екенін. Сондай-ақ достар, менің каналымнан басқа да түрлі құрақтың, көрпенің, қазақша костюмдердің және де барлық үй тұрмысына байланысты видеоларды көре аласыздар. Сондықтан да каналға жазылып, будильник батырмасын басып қойыңыздар. Әр аптада 3-4 видеодан шығып отырады. Оюымызды зигзагтауға кірісеміз. Ол үшін зигзагтың размерін қарап аламыз. Оюымыз неғұрлым кішкентай болса, яғни бізде 30-30 ол шағын ғана болып есептеледі. Маған мына жерде кішкене удобно болмай отыр, өйткені машинамен қойып видео түсіріп отырған камера кішкене маған кедергі болып отыр. Мінекей мынау осы жерге ортасына мына барлық оюымыздың шеттері келіп отыру керек. Соны қараймыз. Инеге қарамаңыздар, тек қана осы лапкаға көздеріңізді алмай қарап отырыңыздар, жүргізіп осының ортасымен. Сол кезде сізде жақсы зигзаг шығу қажет. Яғни мен үнемі мына шетін осы ортасында ұстап отырмын. Мына жерге келген кезде біз үлгермей жатамыз ойықты ауыстырып. Сондықтан кішкене былай лапканы көтеріп сәл-сәл бұрып алуға да болады. Бірақ қатты бұрмаңыздар, ол кезде айырмашылығы білініп қалады. Оюдың шетіне келген кезде осындай біз оюдың бер жақ мына ине бер жақ шетінде болу керек, ар жақта қалмау керек, ұшында қалу керек. Прям вот, оп. Остановимся здесь. Қараңыздар міне. Енді ары қарай 1-2 шаг жасаймыз. Тағы 1 шаг жасап шетіне шығарып жібереміз. Так. Енді ауыстырамыз ақырын. Рисуногымыз кетіп қалды. Тағы да ауыстырамыз. Бұл басында қиын болуы мүмкін, бірақ та үйреніп алғаннан кейін ешқандай да қиындық тудырмайды. Ал мынадай ойықтарға келген кезде біз керісінше оюдың ішіне қалдырамыз инемізді. Сосын барып лапканы көтеріп ауыстырамыз. Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Қолымыздың екі жағынан ұстап отырып айналдырып отырамыз. Сол уақытта біркелкі айналады. Және жылдамдықты сақтап отыруымыз керек. Мысалға қаншалықты педальды басып отырсыз, соншалықты сақтап отырыңыз. Сол кезде тігістің арасы да бірдей болады. Тағы шетіне келген кезде қалдырамыз шетінде. Мен машинам кішкене нашар тігіп тұр, көріп тұрғандарыңыздай жөндеуді қажет етіп отыр машинам. Әзірге енді осылай барымен тіге беремін, уақыттың тығыздығына байланысты. Ою шетінде қалмапты, көрдіңіз бе? Ине мына жаққа кетіп жатыр. Сондықтан мен оны көтеріп қайтадан қойып алып жатырмын. Ине былай қарай кету керек, екінші мынандай оюдың шет жақтарына келген кезде, именно осындай оюларға келгенде. Тағы да шетіне қалдырамыз. Сосын чуть кішкене бұрамыз. Тағы шетіне қалдырайық.
камера тұрғасын мына жерде кішкене удобно болмай отыр.